2025 жылды бір сөзбен сипаттасаңыздар, бұл қандай сөз болар еді? Экспорт жоғарғы деңгейде сақталды. Халықаралық аренада Қазақстан биыл шынымен де өте белсенді болды. Орталық Азия әр кезде стратегиялық аймақ біріншіден. Таластың ортасында біз қалып қойып, опық жеп қалмаймыз ба? Менделеев таблицасының 42 элементінің барлығы біздің жеріміздің астында бар. Қосылған құн салығының 16%-ға дейін жетуінен ол азайып қалмай ма? Парламенттің ішінде де қарсы пікірлес азаматтар көп болды. Жалақы ғана емес, зейнетақы, мүгедектерге берілетін қосымша көмектер, көп балалы отбасыларға берілетін қосымша көмектер осы қаржылардың арқасында. Президент Тоқаев парламент реформасын жасау қажеттігін айтты және референдум ұйымдастыру бойынша ұсыныс жасады. Депутаттардың санының жалпы парламентте көп болған дұрыс екен. Сізбен тағы бір мәселені талқылап кеткіміз келіп тұр. Бұл Ресей, Украина. 2025 жылды сіз бір сөзбен қалай сипаттар едіңіз? Қандай экономикалық және саяси шешімдер өзін ақтады, ал қандай салада қателіктерге жол берілді? Біз қазір 12 айды саралап, қорытындысын шығарамыз. Бұл сарапшы подкасты армысыз ардақты ағайын. Арнамызға жазылып, лайк басып, өзіңіздің ойыңызды комментарийге жазуды ұмытып кетпеңіздер. Біз бастаймыз. Сонымен жылды қорытындылау үшін біз студиямызға қонақтарды шақырдық. Таныс болыңыздар, мәжіліс депутаты Болат Керімбек мырза және экономист сарапшы Ләззат Жанмолдаева. Қош келіпсіздер. Салиқалы, саралы әңгіме болады деген сенімдеміз. Жалпы 2025 жыл енді саяси және экономикалық оқиғаларға өте қанық болды. Жалпы өздеріңіз осы бір 25 жылды бір сөзбен сипаттасаңыздар, бұл қандай сөз болар еді? Өзіңізден бастасақ? Енді шында да 25 жыл өзгеріске толы болды. Бұл жылды бір сөзбен айтсақ, бір бейімделу, орнығу жылы және өзгерістерге толы жыл деп айтуға болады. Себебі енді әлемдік деңгейде, үлкен геосаясатта негізгі ойыншылар Америка құрама штаты мен Қытай ғой. Сондықтан Трамптың осы қаңтар айында қайта президент болуы және Трамптың келгеннен бастап түрлі саяси шешімдер қабылдауы. Солардың өзі әлемдегі геосаяси және саяси экономикалық көптеген мәселелердің ережелерін өзгерте түсті. Сондықтан жағы өзгеріске толы жыл деген сондықтан. Бұны әлі кеңінен талқылаймыз. Ләззат ханым, өзіңіз 25 жылды қалай сипаттайсыз? Енді мен экономика саласын айтамын ғой, әрине. Бұл биылғы жыл экономикада осы пандемиядан кейінгі бір жақсы өсім көрсеткен жыл болды. Бұл жерде жалпы ішкі өнім бізде 6%-дан асқан көрсеткіш көрсетіп отыр. Оны бөліп айтатын болсақ, көлік және логистика, тасымалдау, құрылыс, тау-кен өнеркәсібі, сауда өнеркәсібі, өңдеу өнеркәсібі, міне осылардың әсіресе мына біздің тұрақты сыртқа экспорт, президентіміздің жасап жатқан саясаты, көптеген шет елдерден келді, сол елдердің өкілдері біздің президентіміз барды. Міне осының арқасында бізде осы экспорт жоғарғы деңгейде сақталды. Жалпы ішкі өнім осы жаңағы айтып отырғандай пандемиядан кейінгі бір жақсы 100%-дық көрсеткіш көрсеткен жыл болды. Мысалға 42 айында 6-да 4% болатын, 6-да 4 сол пайызды ұстайтын болса, осы соңғы қараша айларында мысалға 6-да 6 сондай жақсы көрсеткіш көрсетіп отыр. 300 миллиард доллардан астам біздің қорымызға келіп қаржы түсті. Бұл жақсы көрсеткіш. Сондықтан жақсы жыл деп айтуға болады, және келесі осы 26 жылға, жаңа жылға бір жақсы қадамдарменен, жақсы үмітпен алға басатын осындай жақсы жыл деп ерекше ата өтсек болады. Жақсы үміт сыйладыңыз енді. Енді сыртқы саясатпен жалғастыра кететін болсақ, халықаралық аренада Қазақстан биыл шынымен де өте белсенді болды. 2-3 қыркүйек Қытайға ресми сапармен барып келді президентіміз. 6 қараша Дональд Трамппен кездесу өтті, C5+1 форматында. Одан кейін араға бір апта салып Мәскеуге барып келді. Желтоқсанда міне Жапония билігімен талай кездесулер болды. Онымен қатар Қазақстанға да апта сайын қонақтар келіп жатты. Мәңгілік елді жауып тастап, астаналықтардың біраз қиналып қалғаны да бар. Енді бұл белсенділіктің бізге берер пайдасы қандай?
Қазақстанның жаһандағы рөлі не болып жатыр? Жалпы бұл интеграциялық процестерге тән жаңа әрекеттер, оны солай қабылдауымыз керек. Және екіншіден Орталық Азияға деген мына үлкен ірі, енді геосаясаттағы ірі жаңағы ойыншылар деуге болады, или мемлекеттер деуге болады. Бұлар Орталық Азияға назары ауа түскені, Орталық Азия әр кезде стратегиялық аймақ біріншіден. Екіншіден, Қытайдың үлкен жоспары бар ғой, Ұлы жібек жолын қайта жаңғырту. Ол Ұлы жібек жолы, ол транзит, көлік логистикалық үлкен жобалар. Қытай енді өзінің бағдарламасында айтты ғой, біз осы Ұлы жібек жолын әлгі бір жолақ, бір дәліз деп жариялау арқылы, бір жол деп, сол арқылы Қытайдан теңіз жолысыз жағы Еуропаға, соның ішінде мына Орталық Азияға, Кавказға тауар тасымалдаудың уақытын жылдамдатамыз деді. Бұл жоба осыдан енді 10 шақты жыл болды басталып, Қазақстан аймағындағы барлық жолдар жасалынды. Өздеріңіз білесіздер, үлкен автобандар жасалды. Енді бұл Қытайдың, өздеріңіз білесіздер, тауарының арзандығы, сапасы жылдан жылға артып келе жатыр. Оны Америка Құрама Штаттарда өздерінің ерекше бәсекелес ретінде қабылдауды бекер емес. Өйткені олар Қытайдың алдағы даму қарқынын жақсы біліп отыр, болжап отыр. Сондықтан бұна үлкен дәліздің, жаңағы Қытайдан Кавказға дейін, ары қарай Қара теңізге дейінгі дәліздің осы Қазақстан арқылы өтетіндіктен Қазақстанға осы жаңағы транзиттік бағытта назар ауды. Екінші, Қазақстан бұрын енді мұнай газ шикізат энергетика бағытында маңызды болған, әлі де маңыздылығын сақтап келеді. Себебі Америка Құрама Штатына барғанда олар енді атом энергетикасы жақсы дамыған, олардың шикізат ретінде уранның көп бөлігін, енді қателеспесем 25-30%-ын Қазақстаннан, Орталық Азиядан алатындығы белгілі болды. Яғни біз шикізат ресурс ретінде, соның ішінде мына атом энергетика бағытында. Және үшінші, бұл сирек кездесетін металдарға деген сұраныс өте артты. Ол не үшін? Мына жасанды интеллект, IT-технология, жағы цифрландыру заманы келетір. Бұл заманда барлық қондырғылар осы жағы цифровизацияға байланысты болған соң чиптар. Чиптардың көбісі осы сирек кездесетін металдармен қолданылады. Сондықтан Қазақстанда оның қоры жетеді, жалпы тұтасты Орталық Азияда жетеді қоры. Сондықтан өздеріңіз байқасаңыздар, осы бір 2 жылдың ішінде Орталық Азия плюс деген формат пайда болды. Орталық Азия кеше ғана Жапония, ақш, Қытай, Ресей, даже Ресеймен біз тығыз қарым-қатынас бар жағынан бұрыннан дамып келе жатыр. Ол СНГ арқылы болсын, басқа да жаңағы ШОС арқылы болсын, бірақ Ресейдің өзі де бұл форматты негізге алып, қателеспесем осы Душанбеде Ресей плюс Орталық Азия деген үлкен жиналыс өткізді. Бұның барлығы не үшін? Себебі бұл жаңағы айтып отырған үлкен ойыншылардың осы аймақтағы ықпалы. Ол ықпал әрине экономикалық тұрғыда, екіншіден жаңағы сауда-саттық тұрғысында, гуманитарлық, мәдени бағытта және жаңағы сауда-саттық бағытында. Сондықтан Орталық Азияға былай айтқанда қазір соңғы кезде талас, былай қызығушылығы арта түсті. Осы жерде мынандай сұрақ қой, шынымен Орталық Азияда ондағы ресурстарға үлкен ойыншылар тарапынан талас жүргізіліп жатса, ертең сол таластың ортасында біз қалып қойып, опық жеп қалмаймыз ба деген. Жоқ, бұл енді біз енді африкалық мемлекет емеспіз ғой. Әлгі ережесі, заңнамалық негіздемесі қалыптаспаған, көршілеріміз бір әлсіз елдер емес. Ол мысалы біз Африкада орналасқан ел болса Қазақстан, онда мен сіздің әлгі сөзіңіздің жаны болар еді. Өйткені көршілердің өзі сенімсіздігі деген не бар. Ал енді Қазақстан, тұтас Орталық Азия бұрынғы СССР-дің құрамына шыққан ел. Біз осы келесі жыл 35 жылдығымыз болады. Оғанға шейін халықаралық ұйымдардың да мүшесі болдық, көптеген ратификацияларды келістік, құқықтық негізі толық қалыптасқан. Және Қазақстанға біреу былай айтқанда Құдай сақтасын қол салып немесе бір арам ойлары бола да қоймайды. Себебі Қазақстанға салған инвестицияның көлемі осы күнге шейін Америка Құрама Штатының
мұнай саласына, газ саласына салған жапондықтардың, Франция мемлекетінің, Голландияның, енді Голландия соңғы бір 15 жыл бойы ең бірінші орында келе жатыр. Бізге инвестиция салу жағынан Италия мемлекетінің инвестицияларын барлығы Қазақстанда шоғырланған. Ол олардың былай айтқанда объектілері, бизнес объектілері. Өздерінің қаржылары ғой. Иә, қаржылары. Ал енді ол мемлекеттер қалай оны басқа біреулерге былай айтқанда қол салып немесе басқа бір елдердің тартып алуына жол береді. Сондықтан бұл инвестицияның көп келуі бір шеттен нарықты алып тастырады, екіншіден бұл да бір кепілдік. Қауіпсіздіктің, дұрыс айтасыз, кепілдігі. Өйткені бұл қазір бізді дипломатия және осындай сауда-саттық кепілік механизмдерін ойластыру арқылы біз алға жылжимыз. Болды. Одан басқа қазір айтқанда ең тиімді жолдың бірі сол. Осы орайда біздің президентіміздің әккі дипломат болғаны біздің бір бағымыз деп те айтуға болатын шығар. Дұрыс айтасыз. Ал экономика жағынан, мысалға, өткенде Трамптың өзі де айтып жатыр, сіздерде осындай сирек кездесетін металлдар көп, жер қойнауларыңыз бай, сол себепті сіздермен әріптестік орнатуға дайынбыз деп жатыр. Сол әріптестіктің экономикалық әсері қандай болады? Халық оның пайдасын көре ала ма? Қалай көре алады және қанша уақыт ішінде? Енді әрине Аллаға шүкір дейміз, осындай керемет елде жерде туып өстік. Жер астымызда байлыққа толы. Жаңағы ылғи да мен айта беремін, осы Менделеев таблицасының 42 элементінің барлығы біздің жеріміздің астында бар. Ол енді біздің еліміздің, жеріміздің бағы, ал енді соны дұрыс пайдаланып, болашаққа тек өзіміз қазіргі осы елдің өркендеуіне әрине ол жұмсалып жатыр, бірақ болашақ ұрпаққа осыны біз әрі қарай жеткізу, осы қазіргі ұрпақтың міндеті ғой. Ал енді бұл еліміздегі жер астындағы байлықтардың бізге қазіргі өзіңіз айтып отырған мысалға Трамппен келісімнің өзі бұл әзірше келісім шарт түрінде ғана. Ол Алла қаласа осы 2-3 жылда біз нәтижесін көре бастаймыз. Өткен себебі бұл келісім шарт, ол ақша бізге бер қарай аударылады, онан кейін ол өңдейді, жер астынан өндіріледі, кейін шығарылады деген сияқты нәтижесін осы 26, 27, 28 жылдарда біз анық көріп қаламыз. Сондықтан бұл жаңағы елге жасалып жатқан инвестициялар, инфрақұрылымдардың дамуы, бұлардың барлығы мемлекеттің жасап жатқан осы біздің экономикамызды әсіресе мынау әртараптандыру. Қазіргі таңда осы президентіміздің ең бір осы терең басып айтып жүрген мәселелерінің бірі, өткен себебі мынау біз мұнайға көбінесе тәуелді ел болып келдік қой осы уақытқа дейін. Ол жер асты байлығымыз бар әрине, бірақ біз оны тек қана сыртқа шикізат түрінде шығарып қана отырып, содан дайын өнімді о жақтан алып келетін болсақ, ол біздің елдің экономикасына аса бір дамуды, экономиканың өсуіне өзінің жаңағы жемісін бере қоймайды. Сондықтан бұл экономиканы әртараптандыру үшін жасалып жатқан қадамдар, бұл жерде тек қана біз мына ресурстық тәуелдік емес, сол сияқты логистика қазір біз өзіміз үлкен керемет мынау жібек жолының бойында тұрмыз, ертеректен бері келе жатқан. Ол Қытай үлкен бір алпауыт ел, дүние жүзі, тіпті Америкада ел, олдан аяғын қорқа тартып басып отырған ел болғандықтан, сол ел өзінің өнімін біздің елдің үстінен алып өткендіктен, бұл бізге қосымша табыс көзі ғой. Қаржы ғой. Міне осы дамығаннан бізде мысалға қазір көлік, жол, осы логистика, инфрақұрылым, ол инфрақұрылымды дамытқанда ол жай ғана оларға біз жағдай жасап отырған жоқ, біз жұмыс орындары ашылып отыр. Яғни азаматтарымыздың қаржы табуға мүмкіншілігі болып отыр қосымша. Жұмыс орны, қосымша қаржы, отбасына келетін, ал олардың алған табыстары жұмыс жасап отырған азаматтар, ол елдің ішінде алыс-беріс, яғни сауда-саттық жақсарады деген сөз. Ал сауда-саттық жақсарса, салық келеді, мемлекетке келетін түсім өседі. Сондықтан бұл жасалып жатқан қадамдардың барлығының жеміс берері анық, беріп те жатыр. Биылғы жылғы ол көрсеткіш ретінде жаңағы айтып отырғанымыздай осы соңғы бір 5 жылдықта көрсетіп отырған 6% өсім. Келесі жылға да ол жаңағы үкіметте, ұлттық банк министрлерінде беріп отырған жаңағы болжамдары экономикалық өсім 5-4, 5-6%-ға дейін осындай өсім береді деп отыр. Оған неден сүйеніп айтып отыр десеңіз, жаңағы қосылған құн салығы мысалға қосылып жатыр. Тағы да басқа осы жасап жатқан көптеген әрекеттерден бөлек жаңағы инфрақұрылымды дамыту, елдің ішіндегі осы әртараптандыру, соның ішінде шағын және орта бизнесті дамыту, міне осыған жаңағы басымдық берген кезде. Өйткені қандай елдің де экономикасы қай кезде мықты болады? Жалпы адам өзін-өзін қамти алған кезде.
Мысалға, мен өзім бір кәсіпкермін, сіз кәсіпкерсіз, сіз кәсіпкерсіз. Мен мысалға нан пісіріп сатамын, сіз киім тігіп сатасыз, сіз мысалға сауда-саттық телефон әкеліп сатасыз деген сияқты. Сіздің тағы да үлкен бір өзіңіздің жаңа мал шаруашылығыңыз бар. Сол сияқты, яғни біз бір-бірімізден сатып аламыз. Сізге міндетті түрде киім керек, сізге нан керек, сізге де сондай сүт өнімдерін біз алуымыз керек. Елдің ішінде сонда алып сату, ақша сыртқа кетпейді, көрдіңіз бе? Неге біздің жаңағы теңгеміз қазір көбінесе долларға тәуелді болып отыр? Өйткені осы жаңағы система, жаңағы сол жүріп отырған жүйе. Біз жаңағы шикізат күйінше шығарамызда, ол сыртқа жаңағы мұнайдың бағасына тәуелді болып қалады, және ол сырттан ол біздің теңгемізге сауда жасалмайды ғой, доллармен келеді. Сол да. Ал егер біз өз арамызда осы теңгеменен өзіміз өндіріп, өзіміз оны қайта өңдеп, осылай сата алатындай жағдай болатын болса, ол салық болады, ақша елдің ішінде қалады, кіріс көбейеді деген сөз. Міне сонда бұл біздің экономикамыз өсім көрсетеді, әрине ол міндетті түрде, және жаңа қаржы өзіміздің ішінде қалады да, адамдарымыздың сатып алу қабілетін арттырамыз. Бұл кез келген дағдарыста елдің экономикасы осы көбінесе мынау шағын және орта бизнес жалпы ішкі өнімнің 60%-ын қамтыған кезде ол ел дағдарыстан өте жеңіл шығады. Өйткені сырттан келетін 40%, 60% біздің өзіміздің ішімізде. Яғни шағын қазір көрсеткіш қандай? Қазір 30%. Соны осы 29 жылға дейін, әлі біз аздаумыз. Әлі бізде шағын және орта бизнеске ондай алып келіп, көбінесе алып сату, яғни өзіміз қайта өңдеп жатқан жоқпыз мысалға. Мысалға тіпті мына ұнның өзін бидай түрінде сыртқа шығаратын болсақ, ол бізге кейін дайын өнім түрінде шығарған көбірек тиімді ғой, оны тартып, оның түрінде не болмаса тағы да бір макарондардың түрлерін ауыстырып шығаратын болсақ, ол көбірек қымбатқа түседі бізге. Бұл ретте қосылған құн салығын айттыңыз, және шағын орта бизнес. Бүгінде 30%-ді құраса, келесі жылы осы қосылған құн салығының 16%-ға дейін жетуінен ол азайып қалмай ма? Ондай қауіп бар ма? Кәсіпкерлер қорқып отыр. Ол дұрыс, ол көп сөздерді естіп жатырмыз. Бірақ бұл жерде негізгі жасалып отырған саясат, мынау қазіргі қосылған құн салығы 20 не ғой, жаңағы айлық есепті көрсеткішке байланысты ол 40 айлық есепті көрсеткіш, сол 20 айлық есепті көрсеткішке дейін төмендейді мысалға, ол 78 миллионға дейін өзінің жаңағы айналым қаржысы бар біздің кәсіпкерлер, сол 40 миллион болатын, ол қосылған құн салығын төлейтін, ал енді қазіргі кезде 40 миллион айналымы болатын болса, кәдімгідей тіркеліп, ол қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркелу керек. Ол жаңағы 12%-дан 16%-ға өсіп отыр. Неге? Себебі біз мына Евразия экономикалық одаққа кіріп отырмыз. Ол одаққа негізі сол мемлекеттердің егер қарайтын болсақ, оларда осы жаңа қосылған құн салығы осы деңгейде. Бізге сырттан мысалға мына геосаяси жағдайға байланысты көптеген ресейлік азаматтар келіп өздерінің кәсіптерін аша бастады. Себеп бізде қосылған құн салығы аз, оның үстіне санкциядан былай оңай өтіп кетуге болады деген сияқты. Яғни ол қаражат бәрібір ол азаматтардың Ресейдің немесе басқа да бір сырт мемлекеттерден келіп ол кәсіп жасап отырғаннан кейін әрине қаржы сол елдерге кетеді деген сөз. Ал егер осыны біз жаңа қосылған құн салығын біз азайтып, оның жаңа көрсеткішін 40 миллионға дейін болатын болсақ, бұл жерде жаңа көлеңкелі бизнесті жібермеу ең басты мақсат. Әрине ол да бастапқы кезде өзінің әсерін берер, бірақ дегенмен де болашақтағы экономикалық өсімге бұл өзінің тағы да бізге қосымша, оны инфляцияны ұстап тұру үшін мына ұлттық банк жаңа базалық мөлшерлемені сол үшін осы 26 жылдың ортасына дейін төмендетпей ұстап отыр, 18%. Оның да арасында 2%-дық айырмашылық бар. Сондықтан бұл жерде енді инфляцияны толық тоқтата аламыз деп айтпағанмен төмендеу күтіледі. Бұл мынау бюджеттегі жыртықты жамау үшін жасалып жатқан шара емес пе? Мысалы, халық арасында ондай да мақсат міндет бар. Жалпы үкімет сіздермен ақылдасты ма бұл шешімді қабылдау кезінде? Жалпы үкімет атқарушы орган, біз заң шығарушы орган болған соң, олар заң жобасын бізге ұсыну арқылы әр кезде жаңағы өздері таныстырым өткізеді, презентацияларын. Ары қарай парламентте бұл әлгі бір кіргеннен қабылданған шешім емес. Өйткені бұл айтқанда парламенттің ішінде де қарсы пікірлес азаматтар көп болды. Себебі жаңағы 16%-ға өсуі шағын орта бизнесті өлтіріп алмаймыз ба деген қауіп болды. Бірақ енді ақыры осы шешімге келдік. Оның жаңағы дұрыс айтып отырсыз, негізгі себебі бюджет тапшылығы.
ең үлкен себебі бюджетте бізде профицит болып қаражат көп болып жатса, біз тыныш тұрған салық кодексіне реформа жасамас едік, өзгерістер. Сондықтан оны біз түсініп қабылдауымыз да керек шығар. Екіншіден, бізде енді жылына 27 триллион шығыс табыс көзі бізде салықтан көп түспейді. Қателеспесем, 14 па или 17 триллион түседі. Қалғаны біз басқа да алым көздерінен осы бюджет толықтырамыз. Біз бюджетті болғанға дейін ұлттық қордың ақшасы есебінен толтырып отырдық. Бұған біз былай айтқанда үйреніп алдық, үкіметте үйреніп алды. Әлгі жинап жатқан, тығып қойған ақшамыз бар ғой. Соны қайта пайдалана берейік деп, бұл бізде бір әдетке айналып кетті. Ол ақшаның негізгі мақсаты, енді кезінде Норвегия мемлекетінің тәжірибесі негізінде жасады ғой, болашақ ұрпақ үшін немесе дағдарыс жағдайында былай әлгі қиын күндер қолдануға қажет қаражат ретінде біз оны ұстап отырдық. Енді президент бұл қаражаттың көлемі түсіп кеткеннен кейін, оны алдағы 3-4 жылда 100 миллиард доллар көлемінен түсірмеу жөнінде тапсырма берді. Сондықтан осы биылдан бастап ақырында ұлттық қордан алатын ақшаның санын азайта бастады. Енді соның бір амалы ретінде үкіметтің осы НДС-ті көтеруі соған себеп шығар. Ләззат ханым, енді бұл НДС-тің салдарын халық қалай сезінеді? Себебі қазір ақпараттық кеңістікте мынандай ақпарат жүрді. 2025 жылы ақшадан қиналғандар 2026-да одан бетер қиналады. Себебі барлығы қымбаттайды, азық-түлік қымбаттайды дейді. Сондай НДС бойынша енді болжам қандай болмақ? Мына өсімді, 4%-ық өсімді ертең сол товардың бағасынан халық онсыз да қиналып жүр. Не істейміз? Дұрыс, енді жалпы ол міндетті түрде ол көрінеді, бағаның қымбаттауы болады. Өткен себебі кез келген кәсіпкер табыс тапқанда, ол өзінің жаңағы төлейтін пайыздық мөлшерлемесін сол өндіріп отырған өнімнің үстіне қосады. Оны соңғы төлеуші сол сатып алушы болып есептеледі ғой. Сондықтан ол халықтың бұл қорқуы жаңағы тегін бір негізсіз нәрсе емес. Бірақ дегенмен де енді алдағы осы негізгі біздің жаңағы қиындықтарымыз инфляция, сосын мынау жаңағы сыртқы тәуекелдер көбінесе, енді мемлекетке келетін сыртқы біздің шығаратын өнімдерімізге байланысты, ол жаңағы мұнайдың бағасына байланысты болады және геосаяси жағдайларға байланысты ғой. Бірақ сонда да мемлекет жаңағы осыны ұстап тұрудың амалдары бұл жасап жатқан. Бұл тіптен біз қосылған құн салығын ертең көбейтпесек те, бұл қымбатшылық келе жатыр, өздеріңіз білесіздер. Мысалы, осының алдында 24-25 жылдар ол қымбатшылық тоқтап қалған жоқ қой. Сондықтан осы жағдайларда жасай отыра әлеуметтік жағдайлар шешіледі. Мысалға, ол тек қана жаңағы жалақы ғана емес, зейнетақы, мүгедектерге берілетін қосымша көмектер, көп балалы отбасыларға берілетін қосымша көмектер осы қаржылардың арқасында. Бұдан қорқудың қажеті жоқ. Ол ел экономикасы, мысалға, үкіметте, ұлттық банк министрлерінде беріп отырған болжамдары 5%-дан жоғары, 6%-ға дейін. Яғни осындай өсім болған кезде, Аллаға шүкір, біздің елдің де, халықтың да жағдайы сондай бір төмендеп кетеді деп айтуға келмейді, қайта өсім көрсетеді деп айталар еді. Бір толықтырып кетейінші. Көлеңкелі экономикаға қатысты өте дұрыс айтып жатыр. Біз осы салық кодексін талқылау барысында көптеген жақсы ұсыныстар айтылды. Бірақ біздің мен айтып отырмын, қоғамда бір түсініксіз келеңсіз жағдайлар бар. Неғып ол секторлерде сіздер былай айтқанда араласасыздар дейді. Мысалы қараңыздар, тұрғын үй саласы. Соның ішінде мына жалдамалы пәтерлер. Осы Астана, Алматыда және барлық жерде азаматтар осы үйлерді алып жалға береді, одан қаржы тауып отыр. Тіпті семьяларын асырап отыр. Бұл сектор үлкен, миллиардтаған ақша жатқан сектор. Осыны біз әлі заңдастырамадық. Былай айтқанда, мемлекетіміздің дамуын қалаймыз, бірақ соны қағазға түсіріп, уақытысында қаражатын төлеп, адал жұмыс істегенге келгенде қарсылық білдіреміз. Олай болмайды. Салық төлемей тұр ғой олар, соның салдарынан біз былай айтқанда жақсы өмір сүргіміз келеді, бірақ өзіміз ашықтықты қаламаймыз. Сонда біз былай айтқанда двойной стандарт дейді. Былай келгенде былай, былай келгенде былай.
Енді түйіндей кетсек, онда бір қысқа мерзімді эффектісі бір қиыншылықпен көрініс алса, бірақ ұзақ мерзімді эффектісі, нәтижесі енді жақсылыққа болады, Әрине сол нәтиже үшін жасалып жатқан әрекет қой, болашақта осы өсім көрсетіп экономиканы, жаңа сіздің де сөзіңізді толықтыра кетейін, біздің азаматтарымыз көбінесе жаңағы осы жерден табыс тауып молшылыққа кенелгісі келеді да, бірақ сондай мүмкіншілікті жасап беріп, соларға қорған болып отырған мемлекетке, сол табыс табуға мүмкіншілік берген мемлекетке бір 10%-ын төлегісі келмейді. Ішкі саясат тақырыбына ойысатын болсақ, келесі жалпы президент Тоқаев парламент реформасын жасау қажеттігін айтты және референдум ұйымдастыру бойынша ұсыныс жасады. Бұл ретте бір палаталы парламент бізге қандай өзгерістер әкелуі мүмкін және оны сол қарапайым халық күнделікті өмірде қалай сезінеді. Біз себебі талай айтылды, жаңағы заңдардың қабылдануы тездетілуі мүмкін деген сияқты. Бірақ қарапайым халықтың өміріне әсер қандай болады? Әсері болады, өйткені кез келген қоғамдағы болып жатқан өзгерістердің барлығы заң арқылы реттеледі. Заң шығарып отырған парламент. Парламент шыны керек бір айға емес 3 айға или 5 айға каникул етіп басыншы. Біздегі былай айтқанда жұмыстардың барлығы жинақталып, керек шешімдер уақытысында шықпайды. Ол үкімет өзінің қаулысымен мынандай шешім қабылдаймын деп аламайды. Барлық үлкен шешімдердің барлығы парламент заң арқылы ғана шешіледі. Сондықтан парламенттің жалпы кез келген мемлекеттік қоғамдағы орны өте ерекше. Сондықтан парламенттің дұрыс жұмыс істеуі, заңдардың уақытысында қабылдануы, дұрыс өзгерістердің енгізілуі бұл өмір талабы. Ал енді бір палаталы деп жатсыздар, енді президент 27 жылға үшін уақыт берді ғой. Сараптап, ғалымдармен, мамандармен осы мәселені дұрыс шешім қабылдау жөнінде. Енді бұл уақыт талабы шығар, бір палаталы парламент болуы. Өйткені соңғы кезде барлық заңдардың негізі талқылануы, қабылдануы мәжілісте болып жатыр. Бұл бір шетінен эксперимент ретінде де жасалып жатқан дүние шығар, өйткені енді біз 3 жылдай болды ғой жұмыс істеп жатқанымызда. 3 жылда бұл процесс бақыланып, сенатта көбінесе келісіліп, заң президентке қол қойылып жатыр ғой. Сондықтан мәжіліс бір палата деңгейінде де осындай санын ұлғайту арқылы қабылдауға болатындығын көріп, осындай саяси шешімге келген шығар. Екіншіден, жақсы ұсыныс айтылды. Қазір бізде 7 комитет бар парламентте. Оның саны ұлғаяды. Себебі 7 комитет 7 бағытты алады. Соңғы кезде біз IT саласы өте өзекті бола бастады. Сондай комитеттер ашылатын шығар. Спикерлер саны, спикердің орынбасарларының саны көбейетін шығар. Бізде 2 қазір, 3 болатын шығар. Енді бұл сандық құрамына қатысты. Ал енді депутаттардың саны 135 төңірегінде болады деп бір шешім айтылды. Бұл мен ойлаймын, депутаттардың санының жалпы парламентте көп болған дұрыс екен. Жақсы, егер мәжіліс депутаттарының саны ұлғайтылса, былайша айтқанда сенаттағы мана 50 орын екеуі қосылғанда енді 150 ғой. Одан азайып отыр ғой. Бірақ халықаралық басқа елдермен салыстырғанда біздікі былай айтқанда сол талапқа сәйкес. Одан да көп депутаттар саны көп елдерде бар. Бірақ енді мен ойлаймын, ол санымен емес, сапасымен бағалану керек сияқты. Менің сұрағым да осыған байланысты. Сенат алынып тасталды, бірақ көп жағдайларда Сенат бұл қосымша сүзгі сияқты болатын. Яғни мәжіліс өткізген заңдардың кейбірін, мысалы, Сенат қайтарып жібергенде жағдайлар өте көп бар. Яғни бұл бір қосымша сүзгі. Егер бір палатаға көшетін болсақ, заңдардың сапасы төмендеп кетпей ме деген қауіп бар. Оны қалай қамтамасыз етесіздер? Заңның сапасы ешқашанда төмендемейді. Заң деген ол ереже. Бір саланың ережесі. Ол заң осыдан 20 жыл или 5 жыл, 3 жыл бұрын қабылданған заңдар. Бізге келген заңдар өмірдің талабына сәйкес бір белгілі бір нормалары ғана өзгерістер жасалынады. Мысалы, 7-ші баптан 15-ші баптың арасындағы бір жаңа сала қоғамға кіріп жатса, соны реттеу үшін кіріп жатады. Мысалы, қазір IT технология деп жатыр, цифрландыру деп жатыр. Сол заңның сол бөлігіне өзгеріс жасалынады. Тұтастай бәр заң өзгермейді. Содан кейін заң ары қарай қолданысқа енеді.
оған кейбір кезде 6 айдан кейін қайта өзгеріс жасауға болмайды. Ол қоғамға сіңеді, елдер қолданады. Ол заңның тағы да кемшілігі байқалып қалса, үкімет мониторинг жасап отыр, президент әкімшілігі талдап отыр, парламент бақылап отыр. Қайтадан ол заңды жаңа редакцияда кіргізіп отады. Бұл күнделікті былай айтқанда қайнап жатқан қазан. Бұл ретте осы заңдарды жаңа атап өттіңіз. Осыдан бөлек, осы 2025 жылы қабылданған заңдардың бір топ үшін атап өтсеңіз. Енді салық кодексі ең көп талқыланған, бюджет жылда талқыланады. Ол заңды нәрсе қыркүйекте кіреді, бір жарым айда талқыланады. Себебі парламент бюджетті бекітпегенше ол үкімет келесі жылы бекітілмеген қаржыны қолдана алмайды. Ол заңды процесс. Және үшіншісі, мына су кодексі деуге болады. Мына суды үнемдеу, суға жаңа тарифтер қою мәселесі өзекті. Енді мәдени және имидждік оқиғаларға тоқтала кетсек, Қазақстан үшін биылғы жыл прайм эра болды деп айтып жатыр қоғамда. Неше түрлі көптеген жетістіктерге жетіп жатырмыз халықаралық аренада. Біріншіден, екіншіден бізге мысалға Дженнифер Лопес, Backstreet Boys, Реал Мадрид деген сияқты әлемдік жұлдыздардың бәрі келіп жатыр. Және осы бұл оқиғалардың саяси факторы, саяси нәтижелері бізге белгілі. Қазақстан жайлы көп айта бастады, Қазақстан жайлы көп ести бастады, біле бастады, оқи бастады, тани бастады. Экономикалық әсері қандай? Енді экономикалық әсері, бұл жаңағы осы өзіміз айтып отырған күні бойғы әртараптандыру дейді ғой. Экономикаға кірістің әртараптандырудың бір көзі ретінде қарауымыз керек. Мысалға Дженнифер Лопес келді ма, біздің елімізге 15 мыңдай сырттан шетелдік азаматтар келді. Ол шетелдік азаматтар қонақ үйлерге орналасады. Ол шетелдік азаматтар біздің ресторандардан ас ішеді. Яғни ол төлеген қаржы, солардың жатқан қонақ үйі, ішкен жеген тамағы, киім сатып алса, мысалға деймін, солардың барлығы біздің елге қосымша кіріс. Яғни олар біз кезінде мысалға көп экономикамызда қаржымыз сыртқа кетіп жатыр, сырттан алып жатырмыз дейтін болсақ, керісінше сырттың қаржысы бізге кірді деген сөз. Жаңағы сырттан келген сол Дженнифер Лопеске қызығып 15 мың адам келіп отыр екен, олардың барлығының ақшасы біздің елде қалып отыр ғой. Сондықтан бұл экономикаға қосымша тағы да керемет үлес деп айтсақ болады. Тіпті жаңа Реал Мадридтің футболдың команданың біздің тек қазақтар ғана оны тамашалаған жоқ қой. Жан-жақтан басқа да елдерден адамдар келді. Міне бұлардың барлығы бірінші біздің елімізді таныту, әлеуетін көрсету, екінші экономикалық өсімге бұл да өзіндік әсерін көрсетеді. Мысалға біз өзіміздің Димашты айтып жатырмыз, сырттан ол қанша қаржы келіп жатыр, сырттан жаңағы қосымша елдің ішіне үлес қосылып жатыр деген сияқты. Енді болашақта мына Рианнаны шақырып жатырмыз дейді, мынау Ақтау, Маңғыстау жақтарға келтірсек деген сияқты. Міне бұлардың бәрі осы біз жаңағы айтып отырған бір саладан ғана табыс тауып соған қарап отыратын уақыттан кеттік. Оны уақыт талабы бір жағынан. Және осындай мүмкіншіліктерді әрі қарай да пайдалануымыз керек. Осындай әлемдік жұлдыздар ол келгеннің үстіне біз құба-құп деуіміз керек. Басқа елдердің мысалға барып атқан жоқ, ол дамымаған жаңағы бір әлсіз елдерге, мысалы Ауғанстанға барама солар. Сол сияқты нәрсе, сондықтан бұны біз құптауымыз керек, әрі қарай дамытуымыз керек деп есептеймін. Ләззат ханым, экономиканы әртараптандыру бойынша бүгін біраз айттыңыз ғой, осы 10 балдық шкаламен егер қарайтын болсақ, бүгінде Қазақстан осы қандай бір сатысына жетті деп ойлайсыз? Енді 10 балдық шкала, енді 10 балына жету әлі бізге ол жақын деп айта қоймаймыз, өйткені себебі жаңа айтып отырғандай біз егер дамыған елдің қатарына кірсек, жаңа 30 елдің дамыған қатарына кірсек, сонда 10 балдық шкалаға жетер едік. Енді қазір сол ортасында тұрмыз деп бағаласақ болатын шығар. Бастапқы мысалға осы алдағы мынау көптеген жаңа президентіміздің жасаған көптеген осы жобалары сыртқа барып, сырттан келіп жатқан басқа шетел мемлекетінің жаңағы басшыларының келуі осы бір жаңа бір бастамаға, жаңа бір дәуірге, біздің елдің экономикасының дамуының жаңа бір эрасы басталғандай сезіледі. Өткен себебі мынау 26 жыл көптеген мүмкіншіліктер жылы болмақ. Жаңағы сырттан келетін бүкіл жаңағы біздің елімізге салып жатқан осы инвестициялық қаржылар өсімдерін жаймен осы 26 жылдан бастап көрсете бастайды. Нәтижесін көре бастаймыз. Алдағы 3 жылда тіпті көбірек өзінің нәтижесін береді деп осындай болжам айтар едім. Енді әңгіменің түйіндемес бұрын сізбен тағы бір мәселені талқылап кеткіміз келіп тұр. Бұл Ресей-Украина қақтығысы.
бұл қақтығыс енді міне бітеміз, міне келісеміз деп келе жатып қайтадан артқа, келісеміз деп келе жатып қайтадан артқа кетіп қалады. Енді осы орайда 22-сі күні Тоқаев пен Путиннің кездескенін білеміз, 24-і күні Тоқаев пен Трамп бірнеше сағат телефон арқылы сөйлескен. Яғни осы жерде Қазақстанның бітімгерлік миссиясы, бітімгер сияқты бір рөлі шығайын деп тұрған сияқты, тіпті Астананы осы Украина мәселесі бойынша келіссөз алаңы ретінде ұсынып жатыр екен президент. Бұл тұрғыда біздің рөлімізді сіз қалай көресіз? Енді бітімгерлік миссия бізде қалыптасқан. Ол бар, бұл айтқан дүние. Бұғанға дейін біз Сирия мәселесі бойынша қанша рет осы жерде жиналыстар өтті. Азербайжан, Армения мәселесі. Бізде бұл уақытта мына сыртқы саясат саласында тәжірибе көп. Және Қазақстанда, мен ойлаймын, жаңа Трампты айтып жатсыз, басқа да елдердің Қазақстанның жаңағы площадкасы дейді, алаңында шешілгенін қалайды. Себебі біз әу баста осы тәуелсіздік жарияланғаннан айттық қой, біз көп тарапты бағыт ұстанатын елміз, бейбіт елміз, жаңағы біздің саясатымыз жан-жақты, бірақ жаңағы кез келген нәрсеге, бұл айтқанда бітімгерлік жолмен шешуге біз дайынбыз. Яғни бұл дипломатиялық бағыт қой негізінен. Сол енді жаңа өздеріңіз айттыңыздар ғой, президенттің осындай бір геосаяси жағдайда дипломат болғанына біз қуанамыз. Былай айтқанда осы заманға әлгі ол кісінің уақытысында президент болуы бір тарихи дүние деп жатсыздар. Мен толық келісем. Себебі дипломатия жолдан басқа қазіргі таңда ешқандай жол жоқ. Оны мен түсіндім. 17 елде қазір түрлі локальды соғыстар болып жатыр. Бұл соғыстардың әлгі жылдар бойы созылып жатыр. Бұл соғыстардың нәтижесінде даму ешқашан болмайды соғыс болған жерде. Сол дипломатия сол жағдайларды болдырмаудың, алдын алудың бір тәсілі. Сол енді мына Украинадағы жағдай Ресей екеуінің тату-тәтті тұруына бәріміз мүдделіміз, шын айтқанда. Себебі біз бұрын осы Орталық Азия болсын, Еуропаға қатынау Ресей арқылы, Украина, Беларусь арқылы болатын. Бұл елдегі жағдай сауда-саттық саласында, көлік қатынасы саласында, ұшақтардың ұшу саласында, барлық салада да өзінің бір салдарын, кедергілерін әкелді. Енді ең басты ол соғыстың зардабы, ол адам шығыны. Қаншама адамдар қайтыс болып жатыр. Ол екі жақтан да солай. Қызық қой, бұған дейін екі тарап келіссөздерді қайда жүргізіп еді? Стамбулдан бастады, Аляскада болды, Будапешттегі кездесу болмай қалды. Енді елестетіп көрейікші, Астанаға келіп, Астанада қос тарап бір келісімге келіп жатса, соғыс тоқтап жатса, бұл Қазақстан үшін өте мықты саяси пиар болады. Жоқ, енді пиардан бұрын бұл абырой, екіншіден ол былай ғой, Трампта келгеніне бір-ақ жыл болды ғой. Ол да ойлады алғашқы кезде бір жарлыққа қол қойып, бірден тоқтата салам, сөйтіп тарихта қалам, мүмкін Нобель сыйлығын алам деген ойда болған шығар. Бірақ олай болмады. Ол соғыстың астында үлкен саясат жатыр ғой. Мен ойлаймын, егер Қазақстанды түсініп, ардағы уақытта Қазақстан осы соғыстың нүктесін қойса, шыны керек бұл бір шетінен абырой, екіншіден бұл енді біздің адамзат дүниесіне, дипломатия саласында үлкен біздің жетістігіміз болатын шығар. Мен бір осыған қоса кетсем, мысалға қазір айтып жатсыздар ғой, осы қаншама келіссөздер жасалып жатқанмен де осы соғыстың бір тоқтамға келетін әзірше түрі жоқ байқалып отыр. Өйткені әрқайсысының өзінің ұсыныстары орындалмай жатыр. Әрине, егер Ресей аяғын тартса, ол Украина оған құба-құп келісер еді. Бірақ қазіргі Ресей мемлекетінің, оның экономикасының өмір сүруі осы соғысқа байланысты болып тұр да. Осы біз көптеген неге мынау сыртқа шығаратын экспортты жақсартуға, оны тоқтатпауға осы президентіміз амал жасап жатыр. Мынау Транскаспий несін, Каспий теңізінің жолдарын бәрін жақсартуға. Сол Ресейдің экономикасы ол күтіліп отыр ғой. Өйткені себебі мына жағдайда әрине олардың экономикасы құлдырайды. Ал енді біздің өйтіп нақты осы Ресейдің экономикасына біздің теңгеміз де көпшілігі біздің елге келетін сол елден бір 80% өнім бізге сол жақтан келіп отыратын. Ал бірақ осы жасалып жатқан амалдардың бәрі
міне осыдан шығып кету жолдары. Яғни жалғыз Ресей емес, біз көптеген елдермен қазір экономикалық қарым-қатынастамыз. Жаңа айтып отырған инвестициялар ол әзірше мынау құжат түрінде ғана, келісім шарт түрінде болғанмен ол жұмыс жасай бастайды ғой. Өйткені себебі ол Ресейдің осылай жабық тұрған тіптен кейбір елдерге тиімді де. Ресей қолдыраса, бізде басқа жолдар, басқа жолдар әрине логистиканы дамытып, биылғы мысалға 25 жылдың қорытындысы бойынша сол логистиканың, көлік логистиканың өзінен мысалға 20-22% біз табыс тауып отырмыз. Бағдарламамызды түйіндей келе, әрбіріңізге бір сұрақтан бар. Болат мырза, өзіңізден бастасақ. 2025 жылға ең сәтті бір саяси шешім немесе қадамды айтсаңыз. Сіздің пікіріңізше? Сәтті қадамдар көп, 25-те. Енді мемлекет деңгейінде президент өз жолдауының басымдығын осы цифрландыруға арнады. Бұл дер уақытында қабылданған шешім деп ойлаймын. Соның аясында біз цифрландыру бағытында кодекс қабылдадық, жасанды интеллект бағытында заң қабылдадық. Осы шешімдер алдағы уақытта бізде қай бағытта болса да президент меже қойды, осы жылдың ішінде барлық салада цифрландыруды қосу керек деп. Осы шешім деп ойлаймын. Біз неге бұл бағытта тез шешім қабылдап жатырмыз? Себебі бұл қабылданған заңдар ТМД елдерінде біз алғашқымыз. Бұл заңдардың көп негіздері Евросоюзда осындай заңдар қабылдады. Біз былай айтсақ, солардан кейін дереу қабылдап жатқан шешім тенденция солай болып бара жатыр. Қазір қарап отырсаңыздар, қай елдің осы цифрландыру озық, сол елге қаражат келіп жатыр. Біз бұрын ойладық, мұнай газы, қазба байлығы көп елдер, бай елдері бола ма деп. Соңғы кезде қарасаңыздар, топ миллиардерлердің санының 10-ын алсаңыздар, көбісі IT саласындағы адамдар. Бұрын магнаттар болатын, жағы осы тізімде түрлі салада, көмір саласы болсын, мұнай саласы болсын, жағы түрлі индустрия саласы. Қазір қарап отырсаңыз цифрландыру. Сондықтан бұл бір жаңа эра келатыр. Мен бір қуанышпен айтатыным, және бұл Орталық Азияда, ТМД-да біз алғашқы. Біз бұл өңірде алғашқы болған соң қаражатты аккумуляция дейді, жиналу, топтасу осы Қазақстанмен байланысты болады. Сондықтан осы бір тарихи шешімдер 25 жылдың еншісінде. Ләззат ханым, 2025 жылғы ең үлкен экономикалық сабақ қандай болды біз үшін? Енді бұл жерде жаңа президентіміз өзінің жолдауында мына ислам банкингін қолдану, соны осы жылдың аяғына дейін барлығын заңнамалық түрде шешіп беруге осы депутаттарға тапсырды ғой осы жұмысты. Мен ең бастысы сол деп есептер едім. Азаматтардың үй алуға да, мысалға ипотекаға біз үйлер алып 20 жыл бәленбай пайыздан төлеп келіп жатсақ, бұл жерде пайызы жоқ. Бірақ пайызы жоқ болғанмен ол банктер қалай жұмыс жасайды? Мысалға, тіпті осы мына екінші деңгейлі банктерге де сол жүйені енгізу жоспарланып отыр. Бірақ енді ол алдағы жасалатын жұмыстар ғой. Бірақ дегенмен де мұның плюс-минус жақтары, мысалға, құрылыс компаниясы, жаңа кәсіпкерлікті дамыту бұл жерде де қалай жұмыс жасайды? Құрылыс компаниясы сол банктермен келісімшарт жасап, мысалға, ол үйін салып болды, сол жаңағы банктер алады олардан, бірақ ол нарықтағы бағасы квадратына 300 мың теңге болатын болса, банк оны 350 мың теңгеден алады. Сіз үй алғыңыз келсе, сіз 30 квадратты 350 мың теңгеден жаңағы банктен бөліп төлеуге ғана аласыз. Яғни пайыз жоқ. Бірақ жаңағы үстіндегі 50 мың теңгесі банктың табысы да, олар пайыз, ислам жүйесі бойынша пайыз берілмеу керек қой. Міне осы жағынан осы бір біздің жастарымызға, жаңа үй болып жатқан отбасыларына, немесе жағдайы төмен отбасыларға бір көп өзіндік көмегін тигізеді. Және ол екінші жағынан жаңа кәсіпкерге. Кәсіпкер ол құрылысшы. Үйін салып отыр, яғни банкпен бірлесіп жұмыс жасаған кезде, яғни банкте анау мүдделі кәсіптің құлап қалмай жұмыс жасап тұруына. Сол кезде екі жақ тепе-теңдікті балансты ұстап тұрған кезде бұл экономикаға үлесі, және үшінші жағынан сатып алушы біздің азаматтарымызға көмек. Осы жағын мен баса айтар едім. Бұл экономикалық бір егер толығымен сіздер мынау жаңа жылға дейін шешіп бер деп президент тапсырма берді ғой. Сол шешім Сенатта, міне. Сол заңдар шығып әрі қарай жұмыс жасайтын болса, бұл біздің елдің экономикасына бір қосылатын тамаша бір үлес болар еді деп есептеймін. Және жаңа депутат мырзаның айтып отырғанына қосылам, жасанды интеллект мысалға, ол тек қана
осы сіздер сияқты жастар баяғыда осы мына телефондар шыққанда үлкен кісілер білмей тере алмай сөйтіп отыратын тұғын. Бұл жерде қазір ондай жоқ. Жасанды интеллекті анау мектептегі баладан үлкен жұмыс жасап жүрген мұғалімдерге дейін оқытуға осыны алға жоспарлап кәдімгідей қойып енгізіп отыр. Бұл өте тамаша, өткен себебі мынау балдар мысалы біздер бүйтіп не қылсақ, олар анау сообщение үлкен кісілерді жазудың өзі 2 сағат жазатын еді ғой, сонда бір ауыз сөз жазады, ол үйретпегендіктен. Ал қазір анау баяғы анау біз Лениннің кезінде біз жарық болдық, керемет әріптерді үйреттік, оқу үйреттік деген сияқты, бұл бізге бір сондай бір көпшілікке берген бір жарық ретінде қазір бәрі, яғни бұл шынымен де жасанды интеллект біздің азаматтарымыздың алданбауы үшін де сол білім қажет. Мысалы үлкен кісілер алданып қалмау үшін де не болмаса шынымен де өзінің баласы звондап отыр ма деген сияқты осының бәріне білу үшін бірінші сауаттылық керек. Міне осы жағын бір экономикаға қосқан керемет бір үлес деп мен айта алар едім. Жақсы. Шынымен де 2025 жыл түрлі оқиғаларға толы, реформаларға, жаңа шешімдерге, жаңа бастамаларға толы жыл болды. Енді сол бастамалардың нәтижесін алдағы жылдары көре жатармыз. Жаңа ғана айтып өттік қой, қазір Қазақстанның прайм эрасы деп. Осы прайм эра тек осы бір музыка, жалпы шығармашылық салада ғана емес, әр салада келесі жылы көрінсін тапсын деп тілейміз. Сіздерге көп рахмет. Әңгімелеріңіз үшін жылды бір жақсылап қорытындылады деген ойдамыз. Рахмет. Сіздерге де рахмет.